Арнамызға айтар ақпаратымыз бар деп Меломен тобы ат басын бұрған еді. Жігіттердің сүйінші жаңалығына кезек бермес бұрын әңгіме қиссасын өзгелердің қайғысына айналған пәтер мәселесінен бастауды жөн көрдік. Бір шаңырақтың астында тұрып келе жатырмыз. Шынын айтсақ, жан-жаққа бөлініп, жеке-жеке шыққымыз да келмейді. Төртеуміз жеке-жеке былай шығып кететін болсақ, өзімді бір қалай айтсам болады, бір күшсіз сондай сезінемін да өзімді. Шапаныңда жалғыз қалғандай боласыңыз. Әйткенмен де жуырда топтың ең ұзын бойлы серісі өзгелерден бөлек кетпек. Шамасы біраз жабырқауға тура келетін шығар. Үйдің дәл қасынан тағы да бір үй алдық. Жігердің үйі. Сүйінші. Әңгіменің ақ қарасы енді ашылғалы отыр. Үнемі пысықтық танытатын Аупбаев мырза бұл жолы да отауын бөлек тігіп, жауапкершілікті сезінуді жөн санағанға ұқсайды. Бәрі білет отбасы құрғанымда. Одан кейін әрине ол өмірдің заңдылығы болғаннан кейін бөлек шығу керек. Сол мақсатта. Әрине үйленіп, үй салып өмірге ұрпақ әкелу әр азаматтың парызы. Сол себептен де бастаған игісіңіз сәтті болғай. Топ десе ішкен асын жерге қоятын продюсер ханым серілерден көп қағазды аямайды. Қымбат көлік, жеке пәтер, дүбірлі той. Әйткенмен де бермектің де алмағы бар. Меломен тобы мұндай қаржылай көмекті қаншалықты ақтап жүр. Атап айтқанда өздеріңізге белгілі ғой ол нәрсе. Еңбегімізде сіңіп жатыр. Еңбегі аздың өнбегі аз. Сондықтан да сіңірген еңбектеріңізді санамаласақ. Еңбегіміз сіңіп жатыр деп айтқан жоқпыз, ондай әңгіме айтқан жоқпыз. Бірі тауға, бірі қырға тартқан төрттіктің соншалықты абдыруын әркім өзінше бағалар. Бірақ еңбексіз өмір сөнген көмір екенін ұмытпағайсыздар. Сонымен жігіттер кезексіздер арқалап келген жағымды жаңалықта. Наурыз айында өзіміздің қандас бауырларымызға Моңғолияға Құдай қаласа барайын деп жатырмыз. Гастрольдік сапармен. Жан-жақта көп қой. Соларға бір өзіміздің өнерімізді сыйлап, бөлісіп, қазақтың мәдениетін кішігірім болса да алып барып қайтамыз ба деген ой болатын. Әрине елдің шаңын сағынған бауырларымызды әнмен әлдилеп, төл өнерімізбен сусындату әр әншінің арманы екені сөзсіз. Маңдай тердің арқасында жеткен бұл сапарларыңыз сәтті болып, істеріңіз оңынан туғай.